Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сөйлемдердің түрлерін үйренетін боламыз. Types of sentence: Declarative, interrogative, exclamatory, imperative. 4 түрлі сөйлем бар екен. Біз бүгін interrogative және imperative сөйлемнің түрлерін үйренетін боламыз. Өте оңай, қысқа нұсқа түсіндіріп кетемін. Imperative бұл бұйрық беру, командовать ету, сұрау, ескерту, өтініш жасау, шақыру, нұсқау. Яғни императив деген біреуге бұйрық бересің, біреуден сұрайсың, бола ма деген сияқты. Ескертесің, шақырасың, немесе бір нұсқаулықпенен жұмыс жасайсың. Мысалдарын қараңыздар. Do not enter, don't enter. Кірме, бұйрық беріп тұр. Please be quiet in the library. Сұрап жатыр, өтініш айтып жатыр енді. Өтінем, кітапханада тыныш отырыңыздар, тыныштық сақтаңыздар деп. Let's eat, кеттік тамақ жейміз деп тамаққа шақырып жатыр. Мына жерде шақыру деп тұр ғой. Come with me, менімен бірге жүр дейді. Тоже бұйрық беріп жатыр, немесе шақырып жатыр. Be nice, жақсылық жаса деген сияқты. Help me, көмектесші маған. Тоже өтініш сұрап жатыр. Осындай сөйлемдермен келеді екен, яғни командовать ету, өтініш жасау, тамаққа шақыру, бір нәрсеге шақыру, бірдемені ұсыну, осыны біз imperative mood немесе imperative sentence деп айтады екенбіз. Келесі interrogative sentences. Ол сұрақ қою, interrogative сұрақ қоясың. Барлық сұрақтан түрлер кете береді. Ол direct болсын, indirect болсын, формасын жазыла береді. Who'дан басталатын формасы да бар мына жерде. Who, what, where, auxiliary verb, мысалы үшін did, are деген сияқты сөздермен келетін сұрақ қою. Интеррогатив есте сақтап алыңыздар. Кез келген сұрақ болуы мүмкін. Енді ұбт-да или басқа нәрседе жерде кездесесіздерге past perfect пен келген, past simple мен келген десе, сіздер past perfect'ің ережесін біліп аласыздар да, соның сұрақ қою. Интеррогатив, яғни сұрақ қою, сөйлемнің сұрақ қою мағынасын білдіреді екен. Мысалы үшін, dude, where is my car? Dude, менің көлігім қайда? Мына жерде who, why, YH пен басталатын сұрақтармен жасалады екен. Are you ready to leave? Бұл енді auxiliary verb пен жасалады. Have you brushed your teeth? Бұл да auxiliary verb пен жасалады. The snow is pretty, isn't it? Tag question. Do you want a candle cane or chocolate bar? Бұл alternative question. Нан ұнатасың ба, әлде нан ұнатасың ба деген сияқты сұрақ қойып тұр. Жалпы осы interrogative sentence, яғни сұрақ қояды. Соны біз сұрақ қою арқылы жасалатын сөйлемдер интеррогатив, ал бұйрық беру арқылы жасалатын сөйлемдер императив болып бөлінеді екен. Қалған екі тақырыпты келесі сабақта үйренетін боламыз. Достар, менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер, оқыған озады. Білімдеріңіз әрқашан арта берсін, тек қана сәттілік. Келесі кездескенше.